Ассаламуалейкум достар. Осы видеода мен сіздерге биылғы Тьюрик сыйлығының иегері Эдвин Кетмолды таныстырып өтемін. Эдвин Кетмол Disney студия және Pixel студияның президенті. CG саласының негізін қалағандардың бірі. Эдвин Кетмол бала кезінде Disney компанияның мультфильмін өте жақтырып көретін. Сол себепті бала кезіндегі арманы аниматор болу. Осы бала кезіндегі арманы 40 жылдан кейін жаңа бір саланың пайда болуына себепші болады. Бірағында өкінішке сурет салуға ондай талантты емес. Керісінше математик, физика жақта өте талантты болған. Сол себепті Юта университеті математик, физика, компьютер саласын талдап оқиды. Универді бітіргеннен кейін Boeing компаниясында біраз уақыт бағдарламашы болады. Сосын Юта университетіне қайтып келіп, Макстрандты оқиды. Иван Сазерландтың оқушысы болады. Иван Сазерланд деген кісі Sketchpad деген бағдарламаны тақпырлап шыққан. Ал осы бағдарламамен адамзаты тұңғыш рет компьютерға сурет салған. Осы бағдарлама Эдвин Кетмолдың бала кезіндегі арманын оятады. Сосын Эдвин Кетмол Иван Сазерландның DARPA деген зерттеу жобасына қатысады. Бұл зерттеу жобасы 3D компьютер графикпен қатысты. Ал бұл жобада және де басқалай кластастар да бар. Оларды да сізге жай таныстырып өтейін. Джеймс Кларк. Бұл кісі OpenGL стандарттың құрушысы және де қорғаушысы. OpenGL стандартты құдай қаласа арт жақта жекелей бір видеоға түсіріп сіздерге ұсынамын. Джон Уорник. Бұл кісі дүниедегі ең әйгілі Adobe компанияның құрушысы. Ален Кей. Бұл кісі SmartTalk деген бағдарламалау тілінің тұңғышқы жобалаушысы. 2003 жылғы Тьюрик сыйлығының иегері. Құдай қаласа осы үш кісінде арчақта жекелей видеоға түсіріп сіздерге ұсынамын. Неге десе бұл кісілерде CG саласына біраз еңбегі сіңген. Ал енді Эдвин Кетмолға келейік. Сөйтіп Эдвин Кетмол бала кезіндегі арманы мен технологияны бірлестіріп жаңа бір саланың есігін ашады. Ол да болса компьютер графика саласы және де CG саласы деп аталады. Сол жылдары Эдвин Кетмол жалпы CG саласындағы ең маңызды технологияның негізін қалайды. Мысалы Texture Mapping, B-Spline, Subdivision Surface, Z-Buffering. Қазіргі таңда қолданып жатқан CG саласындағы технологияның негізгі арғы тегі осы технологиядар. 1973 жылы Эдвин Кетмол алдындағы технологияның арқасында адам тарихындағы тұңғышқы анимацияны дүниеге әкеледі. Ол анимацияның аты A Computer Animated Hand. Осыны YouTube'ке жазсаңыз, сол анимацияның түп нұсқасын көре аласыз. 1976 жылы осы анимацияны тұңғыш рет кино саласында қолданады. Future World деген кинода осы анимацияны қолданады. 1974 жылы Эдвин Кетмол оқуын бітіреді. Сол жылы Нью-Йорк IT университетінің құрушысы Александр Шерри мектептің жаңа құрылған компьютер графика бөліміне шақырады. Сөйтіп Эдвин Кетмол осы бөлімде 5 жылда жұмыс істейді. 1979 жылы WordStar фильмінің режиссері Джордж Лукас Эдвин Кетмолға хабарласады. Джордж Лукас фильм компаниясының компьютер графикалық маманы ретінде жұмыс істейді. Осы компанияда 7 жылға жақын зерттеу жұмыстарын істейді. Осы 7 жылдың ішінде Эдвин Кетмол рендерлеу технологияның негізгі тасын қалайды. Сосын 1983 жылы тұңғышқы өте жоғары деңгейдегі фотографты рендер етіп шығарады. Бұл фотографтың аты A Roll to Point Reis. Қызықты жері осы фотографтың рендерлеу технологиясының аты Reis болатын. Осы сөздің жалпы мағынасы Reis'ті көрсететін жол. Видеоның астындағы линкті басып осы фотоны көрсеңіз болады. Сол жылы және бір кісі осы командаға қосылады. Ол кісінің аты Джон Лассетер. Бұл кісі болашақтағы Pixel компаниясының бас директоры болады.
Сосын Эдвин Кетмолдың командасы 1984 жылы адамзат тарихындағы тұңғышқы 100% компьютермен жасалған мультфильмді Seagraph 1984-те ұсынады. Осы мультфильм Sega 1984-те өте жоғары деңгейде бағаланады. Сосын Эдвин Кетмол өзіне болған сенімі тіпті де артады. 1-2 минуттық мультфильмді арғарай 1-2 сағаттық мультфильмге дамыту ойы болады. Бірағында Джордж Лукас Эдвин Кетмолдың бұл идеясына мүлдем қосылмайды. Джордж Лукастың қосылмауына ақша себепші болып отыр. Ол кезінде 1 сағаттық анимацияны жасау үшін миллиондаған доллар көп деген уақыт кетеді. 84 жылды қоя тұрып, қазіргі таңның өзінде 1 сағаттық 3 мультфильмді жасау үшін миллиондаған ақша, 100 деген адам бірде 2 жыл уақыт керек болады. Сол себепті 84 жылы 1 сағаттық 3 мультфильмді жасау мүлдем адамның ақылына сыймайтын жұмыс. Сол себепті Эдвин Кетмол жүрегінде қаншылық арманы болғанымен, қолында дәрмені болмаған себепті осы жобаны тоқтатады. Бірағында Алла бір есікті жауып қойғанымен, және бір есікті ашып қояды екен. Еңсесі түскен Эдвин Кетмол 1986 жылы өміріндегі ең маңызды бір адаммен кезігеді. Сол жылы iPhone компаниясынан қуылған Стив Джобс. Эдвин Кетмолдың идеясын естіген Стив Джобс, бұл CG саласы болашақта дүниені өзгертетін үлкен бір сала болатынына бірден көзі жетеді. Сол себепті Стив Джобс Эдвин Кетмолдың идеясын қолдаған. Сосын Стив Джобс Lucasfilm компаниясының компьютер графика бөлімін 5 миллион долларға сатып алады. Осы сатып алған жаңа бөлімнің атын Pixel деп өзгертеді. Сосын екеуі бірлікте 20 неше жылдай жұмыс істейді. Pixel компаниясы да дүниенің ең үлкен алып компаниялардың бірі болады. Ең соңында Эдвин Кетмол бала кезіндегі арманын жүзеге асырады. Disney және Pixel студияның президенті болады. Сол себепті адамда арман болу керек, адам армандау керек. Армансыз өмір болмайды. Осы видеоны көріп атқан сіздің арманыңызда жүзеге ассын деп тілеймін. Ал менің арманым болса, жалпы Қазақстанның CG саласы және қазақша YouTube каналды дамыту еді. Сол себепті сіздерге бір өтініш. Каналыма жазылып лайк басыңыз, видеоны достарыңызға тарқатыңыз.